Баршаңызға сәлем, кино әлеміне қош келдіңіздер. Бұл фильм кедей Ким отбасы ауқатты Пак отбасының өміріне еніп, олардың үй шаруашылығында жұмыс істеу үшін түрлі алдау әрекеттеріне баратыны баяндалады. Ки-тек Ким жүргізуші болып жұмыс істеді, бірақ баяғыда жұмысынан айырылды. Қазір әйелі Чун Сукпен және мектеп бітірген 2 баласымен жертөледегі жағдайы жоқ пәтерде қайғылы өмір сүреді. Олар жұмыс істегенді ұнатпайды. Сондықтан олар кез келген тегін тамақты жақсы көреді. Қосымша ақша табу үшін және аштықтан өлмеу үшін. Отбасы болып пиццаның қораптарын 1 тиынға жинайды. Тіпті жалқаулығы үшін әрбір 4-ші қорап ақаулы болып шығады. Бұл олардың еңбегіне төленбейді. Интернетті олар жақын маңдағы кафеден тегін Wi-Fi желісінің арқасында ғана отырады. Wi-Fi желісі тек дәретхана төбесінде ұстайды. Бір күні кешке оның студент досы Мин Ки Уға қонаққа келіп, отбасына материалдық әл-ауқат әкелетін қасиетті тасты сыйлайды. Олар бірге ішеді, ол қазір бай отбасынан шыққан қызға ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істейді. Мин шетелге оқуға барады және Киуді өз орнына шақырады, өйткені ол университетке түсу үшін соңғы 4 жыл бойы ағылшын тілін жетілдірді, бірақ үнемі емтиханын алады. Бірақ досы өзінің кандидатурасын жеке ұсынады. Ки Чонг Киудың қарындасы, ол ағасы үшін фотошоппен университетте оқығаны туралы жалған құжат жасайды. Және ол өзінің ең жақсы киімін киіп, ауқатты Пак отбасымен сұхбаттасуға барады. Киу Пак отбасының өте сәнді және кең сарайында тұратынын көреді. Ол өзінің біліммен Пак ханымды таң қалдырып, жұмысқа орналасады. Үйден шығып бара жатып қабырғадағы Пактың кенже ұлының суретін көреді. Оның көркемдік әлеуетін дамыту керек деген сылтаумен ол Джессика есімді танысын. Оның айтуынша, ақш-тағы өнер мектебінде оқыған, бірақ шын мәнінде оның әкесі Ки Чонгты өнер бойынша тәлімгер ретінде жұмысқа алуды ұсынады. Және оны сұхбатқа келеді. Бірнеше күннен кейін жалған мұғалім Ки У мен оның шәкірті Дайдың сезімдері бір-біріне ашылады. Ки Чонг өнер тәрбиешісі ретінде жұмысқа қабылданды. Ки Чонг да соның салған суретін анасына ұсынады. Және суретке терең психологиялық талдау жасайды. Ол үй иесін қорқытады, себебі оның баласы 1-ші сыныпта эмоционалды жарақат алып көмек ұсынады. Дегенімен жақсы нәтижеге жету үшін оған аптасына 2 сағаттық 4 арт-терапия сабағын өткізу керек. Үйіне отағасы Пак Тон Ик келеді. Ол жүргізушіге Ки Чонг тәрбиешіні үйіне апаруды бұйырады. Көлікте келе жатқан Ки Чонгтың арам ойы бар. Ол жасырын түрде іш киімін шешіп, көліктің ішіне іш киімін қалдырып кетеді. Көп ұзамай кәсіпкер Пак Тон Ик өзінің сәнді көлігінен жүргізуші орындығының астынан Ки Чонгтың іш киім тауып алады. Отбасылық кеңесте ерлі зайыптылар бұзық жүргізушіні жұмыстан шығару туралы шешім қабылдайды. Бірнеше күннен кейін Ки Чонг Пак отбасына тамаша жүргізуші ретінде бір танысын ұсынады. Әрине, бұл оның әкесі Ки-тек. Әкесі жүргізуші болып жұмысқа алынды. Енді олар отбасының соңғы мүшесін, өзінің жұбайы Чун Сукты орналастыруды жоспарлайды. Пак отбасының қарт қызметшісі Мун Квангтың шабдалы терісіне аллергиясы бар. Қарт қызметшіге күнде сыртынан шабдалының ұнтағын себеді. Үй қызметшісі емханаға барады, оны әдейілеп жаңа көлік жүргізуші Ки-тек суретке түсіріп алады. Ол Пактың үйіне сенімді түрде барады. Қарт қызметші Мун Кванг туберкулездің өте жұқпалы түрі бар екенін жеткізеді. Жағдайды ушықтыру үшін Мун Квангтың түшкіріп қоқысқа тастаған майлықтарын қанға ұқсатып кетчуп жағып, есеңгіреген үй иесіне көрсетеді. Пак отбасы қарт қызметшісін жұмыстан босатады. Жаңа жүргізуші Ки-тек бастығын үйіне апара жатыр. Жұмыстан шығарылған қарт қызметшінің орнына асты өте дәмді дайындайтын аспазды өтірік мақтап айтады. Ки-тек Пак мырзаға элиталық қызметшілерді жалдау агенттігіне қоңырау шалуды ұсынады. Осындай қарапайым айла тәсілмен ол өзінің әйелі Чун Сукты жаңа үй қызметкері қылып тағайындайды. Ол жоғары деңгейлі аспаз және барлық кәсіптердің шебері. Енді бүкіл алаяқтар Пак мырзаның үйінде қызмет атқарады. Бір күні Пак мырзаның кіші ұлы Сонг барлық жаңа қызметшілердің иісі бірдей және үйсіз адамдар сияқты жағымсыз екенін байқайды. Көп ұзамай Пак мырзаның кенже ұлының туған күніне отбасы мүшелері пикникке сапарға шығады. Сәнді зәулім үй алаяқтардың иелігінде қалды.
Олар рахаттанып демалып, үй иесінің тамағын жеп, ішімдік ішіп, төсектерінде жатып, бір сөзбен айтқанда, байлардың барлық игілігін пайдаланады. Кенеттен есік қоңырауы соғылып, бұрынғы үй қызметкері Мун Кван келіп, қалдырған заттарын алуға келгенін айтады. Чун Сук оның артынан түсіп, оның шкафты жылжытқанын көреді. Шындығында, бұрынғы үй қызметкерінің күйеуі сәтсіз бизнес жобалар үшін несие алған несие берушілерден жасырынып, үйдің жертөлесінде тұрған. Канси жасырынып тұрған жертөледе жасырын есік бар екен. 14 жылдан астам уақыт бойы осы баспанадағы жертөледе тұрған. Өзінің құпия жанашыры Пак мырзаға деген оғаш құрметтен ол қозғалыс датчигі ретінде жұмыс істейді. Біреу төмен түскенде баспалдақтағы шамдарды қолмен қосады. Мун Кванг пен оның күйеуі олардың алаяқ екендігін бейне бақылауға түсіріп алған. Сол дәлелді Пак мырзаға көрсететінін айтады. Осылайша төбелес басталады. Ки Тек пен оның отбасы ерлі зайыптыларды жертөлеге қамап, жеңіске жетеді. Мун Кванг ауыр жараланды. Пак ханым Чон Сокқа қоңырау шалып, тамақ дайындауды айтады. Жаңбырдың салдарынан олар ешқайда кетпей қайтып келеді, және бірнеше минуттан кейін үйлеріне жетеді. Үйде болмауы тиіс Ки Тек, Ки Чон және Киу үстелдің астына тығылып қалады. Ерлі зайыптылар үлкен панорамалық терезе арқылы қызы мен ұлын тамашалауға үшін қонақ бөлмесінде түнеуді шешеді. Пак мырзаның айтуынша қонақ бөлмесінде жүргізушінің жағымсыз иісі бар екендігі, қайыршылардың метрода толып жатқан иісіне ұқсайды деп әңгіме қылады. Алаяқтардың үштігі ерлі зайыптылардың ұйықтағанын күтеді. Бірнеше уақыттан кейін олар байлардың үйінен түн ортасында жаңбыр жауып тұрғанда шығады. Үшеуі төбеден төмен қарай жаңбырдан қашып, кедей аудандарына қайтып келеді. Судың тереңдігі мен ағынды сулар кедейлердің үйлерін, соның ішінде жертөледегі тұрғын үйді су басып кеткенін байқады. Киу досы берген үлкен тасты табу үшін пәтердің ішін аралайды. Үшеуі басқа үйсіз кедей адамдармен бірге мектептің баспанасында ұйықтайды. Келесі күні отбасының қиыншылықтарынан бейхабар Пак ханым ұлына туған күн кешін өткізуді жоспарлап, бүкіл Ким отбасын мерекелік шараға қатысуға шақырады. Кешкі асқа шатырдың айналасындағы көгалда көптеген қонақтарға арналған үстелдер мен барбекю жайғастырылған. Пак мырза және оның жүргізушісі үндістердің кейіпіне еніп, кішкентай Да Сонгтың туған күніне арналған қойылым жасамақшы. Киу өзімен бірге үлкен тасты алып, жертөлеге түседі. Ол бұрынғы Мун Кванг үй қызметкері алған жарақаттарынан қайтыс болғанын біледі. Мун Квангтың күйеуі Киуға шабуыл жасайды, басын таспен жарады. Күйеуі жертөледен шығып, ас бөлмесінен пышақ алып, тікелей көгалға жиналған қонақтарға бет алады. Жалған тәрбиеші Ки Чон шам ұстаған тортты алып көгалға шығады. Жертөледен шыққан ер адам Ки Чонға пышақ ала жүгіреді. Ол Ки Чонды өлімші етіп жаралайды. Пак мырзаның ұлы қанды көргенде есінен танып қалады. Мун Кванның күйеуі Чон Сокқа шабуыл жасайды. Өліп бара жатқан қызының денесіне қайғырған Ки Тек әйеліне көмектесуге дайындалады, ал Пак мырза ес-түссіз жатқан ұлымен қашуға тырысып, Ки Текке көлік кілтін лақтыру үшін айқайлайды. Чон Сок бұрынғы қарт қызметшінің күйеуін өлтіріп үлгереді. Ки Тек лақтырған көлік кілттерін алу үшін мәйітті аударып, Пак мырза кедей адамның денесінің иісін ұнатпайтынын көрсетіп, мұрнын қолымен жабады. Бұрын Пак мырза иіс туралы талқылап, кедейлердің иісі жиіркенішті деп сипаттағанын естіген. Ки Тек ашуланып, Пакты арқасынан пышақтап өлтіреді. Киу операциядан кейін есін жинады. Анасы мен ұлы шартты жазадан құтылады. Ал Ки Чон қайтыс болды. Ки Тек қашып, жертөлеге тығылып, ақырында қарт қызметші Мун Квангтың күйеуінің бұрынғы орнын алып, келесі отбасылардың жылжымайтын мүлікке қоныстану үшін қозғалыс сенсорына айналады. Киу бір күні ақша тауып, әкесі олармен бірге тұру үшін үй сатып аламын деп уәде береді. Армандаған соң Киудің жылжымайтын мүлік агентімен бірге үйді аралап жүргенін көрсетеді. Шындығында фильм Киудің жартылай жертөледе отыруымен, ал Ки Тек әлі сарайдың жертөлесінде тығылуымен аяқталады. Бұл оқиға терең әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық арасындағы алшақтық, сондай-ақ адамдардың өміріндегі қиындықтар мен мүмкіндіктерді көрсету. Қысқа метражды фильм ұнаса жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа бейнені жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.